Ормандағы оқиға. Балалар, мен сендерге бүгін қасқыр мен егінші туралы ертегі айтып беремін, балалар. Мұқият тыңдап отырайық, иә балалар? Енді қалай шарамын? Аяғымды не істесем болады, балалар маған кім көмектеседі? Ойбай, аяғымсыз қалатын болды ғой, енді қайтемін. Енді не істеймін? Балалар, қасқырға көмектесеміз бе? Сол баяғы қасқыр аңшылардан қашқан бе қашып, тығылып, әр жерді бір кезде егіншіге жолығады, балалар. Егінші атай, маған көмектесе көр. Мына аңшылар мені атып алмақшы. Ойбай, қандай болсам екен саған? Мені бір жерге қасыра көр. Жақсы болыңдар, ешқашан ұмытпаймын. Олай болса кел мені қабылап бол. Кел ғой, қане қабылмам еді. Аша қойыңыз кеткен. Мені олар атып алмақшы, өздері өте келген екен. Уақыт бар екен, ойбай. Сөйтіп, егінші қасқырды жақсылық жасап, қабынан дорбасына жасырып қойыпты. Балалар, егінші жақсылық жасап жатыр. Бір кезде қасқырды қуып жүрген аңшылар келіп балалар. Аңшыларды көріп қалып, артынан іздеп келе береді. Ағанағы аңшылар әлі іздеп жүр қасқырды. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам егінші. Қалыңыз қалай егінші? Амансыңдар ма балалар, жүрсіңдер? Біз мына жерде бағана бір қасқырды көрген едік, соны таппай ары іздедік, бері іздедік, таудың төбесіне шықтық, жолдағы таппай жатырмыз, көрдің бе? Ай, сендер іздеген қасқыр сонау шоқыдан тасқыда ақсандап шойнаңдап кете барды. Ой, осы балалар сонда анау таудың төбесіне тағат келейік, ә? Иә, сендер қасқырларыңды іздесеңдер анау шоқыдан асасыңдар, сосын табасыңдар. Рахмет саған егінші. Біз барқағына қорқайдайық. Иә, солай кетіңдер балалар. Балалар, егінші атай солай қасқырды жасырып қалып, қасқырға жақсылық жасапты. Кешті аңшылар. Ой, бәрекелді. Алақай, балалар, мені құтқардың егінші. Ол аңшылар, тыңда мені. Ол аңшылар өте берген. Ол аңшы деген ағылар емес пе? Сен енді менің осы жасаған жақсылығыма бір күні жақсылықпен қайтарасың. Бірақ менің қарным аш, мен аштан аш қалай кетемін? Мен онда сені жеп қояйын. Екеуі балалар жақсылыққа жамандық істеп жатыр, иә қасқыр балалар? Сөйтіп екеуі дауласып жатқанда оны естіген түлкі келіп қалады. Түлкі келе жатыр екен балалар, қараңызшы. Келе жатыр. Не бір мына жерде дауыс естіп жатырмын. Егінші қасқыр сендерге не болды? Дауыстарың сонау жерге шертіп жатыр ғой. Неге кетіп жатсыңдар? Айналайын егінші, осы мәселеміздің шешімін өзің айтпасам болмады. Мына қасқыр алдымен мені құтқар, жанымда қалшы деп, мен оны құтқарып, қапшығыма салып тығып, аңшыларды басқа жолға салып жіберсем, ендіге өзіме таптап келіп, мені жемекші. Оған не айтасың? Менің қарным аш, мен жемесем болмайды, мен қалмаймын жемесем. Жоқ, сенің өтірік айтасыңдар. Мен бұл сөздеріме мен сенбей тұрмын. Олай болатын болса, осы сөздеріңді жұрттар естіп те күлетін болады ғой. Олай болса, қасқыр, екінші, олай болса, мына қасқыр қапқа қалай сиғанын өзі дәлелдеп көрсетсінші. А мен сенбеймін, қапқа сиғанын сенбеймін әлі, дәлелдеп көрсетсін. Балалар, қасқыр қапқа сиды ма? Мен қадан дәлелдеймін, әне қалыңда. Мен қалай сиғанымды, мына сиғаным түлкі жанға дәлелдеп көрсетсем, сенен қайтадан қапқа салды. Сенен неғып? Қапқа сиғандарыңды дәлелдеңдер. Қапқа салып екінші қаптың аузын байлап тастады. Түлкінің айласының арқасында егінші қапқа қайтадан салды, иә қасқырды балалар? Егінші, сен мына егін алқабында егінді қалай егесің, саған көрсетші. Күн есіңде егінді қалай жинайсың, көрсетші. Арасында қалай Қасқырдың сасайын бері. Жақсылыққа жамандық істеген қасқырдың сазайын беріп жатыр егінші. Осатыңдар, ойбай, менің есім кіріп қалған сияқты. Менің жақсылықты түсінейін деп қалған сияқтымын мен. Ойбай, белімнің ауырғанын-ай, басымның ауырғанын-ай, салып тастадым, есімді сазайымды алдың ба? Екінші қайталамайтын болдым, өзімде сазайымды алдым. Жақсылық қайтаратын болдым енді бұдан былай. Олай болатын болсын. Ал олай болса мен шөлдеге сөйлейін. Қасқыр енді бұдан былай егіншіні алдаушы болма, жарай ма? Иә, мен жақсылық жасаған неге келіп бұдан кейін біліп жүретін болдым балалар. Сау болыңдар. Егінші атай, рахмет. Осылай балалар, егінші қасқырдың сұмдығынан, азуынан, түлкінің айласының арқасында құтылыпты балалар. Жабалар ма егінші? Осымен ертегіміз аяқталды. Ертегі тамашалағандар. Рахмет. Бала ертегі бар ма?